жастың жары Жұлдыз Әбдікәрімова араға 10 жыл тастап актрисалық мансабын қайта қолға алды. Өнер иесі киелі театр сахнасының төріне оралғанын зор қуанышпен хабарлады. Жұлдыз Әбдікәрімова шығармашылығындағы бұл жаңалығын өзінің Instagram парақшасында бөлісті. Актриса енді Түркістан театрында өнер көрсететін болды. Бұл жаңалығыммен бірінші боп өздеріңізбен бөліспекпін. Қашан сізді кинодан, театрдан көреміз деген ең жиі қойылатын сұраққа бүгін жауап бере кетейін. Араға 10 жыл астам уақыт салып, театр төріне қайта оралдым. Алланың қалауымен бұл қадамым киелі өнердің жаңа театрынан бастау алды. Мұны өзім іштей жақсылыққа жорыдым. Жүректің күйсандығын тәтті ән шығарар сезімге толы сырлы пьеса «Махаббат мұнарасында» сұлудың рөлінде ойнаймын. Өнердің шын жанашырлары мен менің қолдаушыларымды 17-18 желтоқсан күні театрға шақырамын, деп жазды өнер иесі. Желі қолданушылары Жұлдыз үшін аса қатты қуанып, оған сәттілік тіледі.